Сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Мына жылаңқы жігітті қараңыздар. Дым істетпейтін жылаңқы жігіт. Бүгін біз уборка дейін десем, уборка емес енді. Как обычно үйді осылай балалар шашып тастайды. Дәл соны просто жинап шығамыз бірге. Барлық үйде шашылады, барлық үй өстіп жиналады. Так что бірге жинап шығайық. Міне таза болып жинап қойдым. Ұқпап тұрсың ба? Аружан келді, нан, 2 сок, айран. Губка алғанына қуанып жатыр. Мен бәрінен де үйде губка бітіп кетіп еді, жақсы болды. Гризли чипсы и как всегда мынауың дәмді екен Аружан. Алдындағы қарағандашы, алдындағы ужас болып шықты мамай. Екінен біреу тостырға, біреу қазір борщқа. Борщ үйде. Все, үйді жинап болып, мыналар Машаның новый сериясын көріп жатыр. Қолдарында чипсы. Кайф па? Ұнап жатыр ма? Әне, ұнап жатыр, мына кісіге де ұнап жатыр. Бұл да 1-2 штук жейтін болған өзінше болып. Мынандай 1 тал штукты алып алып. 1 сағат отыратса 1 тал штукты. Одан қалса мынандай жеді. Марынып өткен кішкене берді. Мұхаммеджан сабақтан келді. Аружанда үйде. Кеше айттым ғой сіздерден. Екеуін бірге шақырам деп. Міне мына затқа болады. Бер кел екеуіңді. Тастана балам. Мұхаммеджан ұрғындап бала ұсталып жатыр. Аружан кешегі видеомда білсеңіздер, бұл менікі емес деп құтылды. Бірақ бұның атын Аружан айтты. Андағы шытырып атпаш. Бірақ комментарийді оқысам, көбіңіз бұл мұрынға арналған ингалятор деп жазып жатыр екесіздер. Иә, мұрынға арналған ингалятор. Мен де бұны изучать еттім. Ал, қайдан келді мынау? Бер тұр. Ай? Ағам берді? Не үшін берді? Ода 2 болды маған берді. Қадар жетті? Бұл не істейтін? Бұл мұрынға тақап. Мұрынға тақап не істейсің? Ескейсің. Ескегенде не болады? Мұрнына ашылады. Сен мұрның бітіп жүр ма не? Мен арда сөйтіп тұрады. Сосын не болады? Мұрның ашылған соң не болады? Ештеңке болмайды.
Бұл сенікі ғой, получается. Мен ана Аружандікі деп, Аружанды ұрсып жүрмін. Аружанның шалбарынан шықты десем, сенің шалбарынан шыққан екен ғой, ә? В общем, балалар, мына бәленің көзін құртыңдар. Мынандайды вообще ұстамаңдар. Мұхамеджан, мынаны ескейсің ғой, ә? Мен өзім бір рет ескеп көріп едім, мұрным ашылып кетті, прям шандай. Хотя мұрным бітіп тұрған жоқ, соның өзінде нажағым ашылып кетті да, түсінбей қалдым. Мятаның иісі, мен бұны изучать етсем, қазір көп балалар больницаға түсіп жатыр екен. Не себепті? Мынау мята ғой, искедік, мұрынға кетті, мұрын арқылы бүткіл миға кетеді екен. Миды барып улайды екен. Енді қараңыздар, сіздер егер мына миларыңыз жұмыс істемесе, мына саусақты бүйтіп қозғалтамайсыздар, білесіздер ма? Даже саусақтың қозғалуының өзінде, кірпіктің бүйтіп қағылуының өзі, Мұхамеджан, ми арқылы қағылады. Ми арқылы кірпік қозғалады. Егер миың жұмыс істемесе, сенің ешқандай мүшең қозғалмайды. Мынау бүткіл миды улап, в общем, сөйтіп инвалид болып жатыр екен балалар. Кішкентай жап-жас балалар, оқушы балалар, подросток балалар больницаға түсіп жатыр дейді осы үшін. Мен хорошо, что мына бәлені мен көріп қалдым. Мен бұны көріп, темекі деп шошып кеттім басында. Мынандай бәле болғанға да, бір жағын тартып, сосын бір жағын тартама деп. Сөйтсем, бұл мұрынға екі жағынан тығып, еще иісі деген масқара енді. Көбісі аллергетик балаларына алып беріп жатыр екен, алып бермеңіздер мына бәлені. Менде қараңыздар, мынада аллергия деп, мынан қараңыздар, бетіне мынандай нәрсе шығып кетті. Аружанның. Олдан жемес ғой. Қайтадан көрсетші бетіңді, қайтадан көрсетші. Қайдан? Міне. А у меня до этого не было. Шықпаған бетінде аллергия. Қазір стоп, бетінде аллергия болмаған ешқандай. Осыдан кейін дейді, Аружан аллергия пайда болды дейді. Анау бетіне бет шығып кеткен. Бұл аллергия ғой Аружанда. Қысы жазы аллергетик бұл. Мен мынаумен мұрны ашылғанға не екен деп, жақсы болды ғой деп ойласақ, оказывается, бұл зиян. Балалар, наны срочно менің ағамда бар, мынау менің папамда бар дегендердің бәрі лақтырсын наны. Айтыңыздар, осы видеоны көрсетіңіздер. В общем, миды жаулайды да, ми жұмыс істемей қалады ғой, типа, енді ана нәрсені айтсам просто блок болады. Сол сияқты миды улап тастайды да, сіздің уже ми уланғаннан кейін бүткіл жеріңіз жұмыс істемейді, инвалид болып қалады адам деген. Көп істегеннен, ол бір 5-6 істегеннен емес, көп істегеннен сондай болады екен. Сол үшін бір-екі ғана істеді. Енді бұл Мұхамеджан, бұл аллергетик. Сен аллергетик емессің, көрдің бе? Аружан любой нәрсе бір-екі істеген, 3 істегеннен бұл аллергетик болғандықтан любой сразу аллергия шығады. Бетіне, арқасына, денесіне ұсақ болып шығып қышиды. Потому что аллергетик бұл. Аллергия бар. Любой нәрседен жақпаса аллергия шығады. Сен аллергетик. Бұл еще аллергический деп айтылды, е? Видеосы даже бар. Мен видеосын тауып алып шок болдым. Мен мынаны бүгінгі күнім осымен өтті, осы бәлені изучать етумен. Кеше сіздерге влог салдым, е? Аружанның несінен тауып алдым деп. Соны изучать етпейін ба? Сөйтсем, бұл бәлені көбісі мәз болып алып жатыр екен, аллергиямыз жақсы болды, күшті болды деп. Бұл сөйтсе, бұл бір ай қолдансаңыз, бір айдан кейін, в общем, инвалид болады екен адам. Сондықтан балам, маған уәде бересің ғой, енді пайдаланбайсың. Сол достарыңда пайдаланғанын көрсең, в общем, мен айтқанды айтып түсіндір. Жүре ме? Бұл жаман нәрсе. Біз мұсылмандар ғана емес, жалпы адамға денсаулықты Алла аманат қылып берді бәрімізге. Біз аманатқа қиянат жасауға болмайды. Ұқтың ба, балам? Біз қиянат жасасақ, ертең Алланың алдында сұраламыз осы үшін. Мен сендер үшін шырпыр болып өлдім ғой, құрсын мына бәле үшін. Сигарет па деп жүрегім ұшып, құрсын тауып алған кездегі сіздер менің жүрегім ұшқанды көрсеңіздер. Потому что білем ғой, ана көшеде тартып тұрады ғой, бүйтіп алып ауыздар иісінің сасығай. Мятаның иісі шығып жатыр. Ауыздарына бүйтіп тақап тұрғанын көрем ғой. Содан не қылып жатқаным ғой, сигарет па деп қорқып. Себебі қазір подросток балалар көп сигарет, в общем, электронный вейп дейді екен ғой, вейп дейма. В общем, сондайлармен өз денсаулықтарыңды құртып жатсыңдар балалар. Болмайтын нәрсеге қызығып, бұл деген
уақытша нәрсе ғой. Сондықтан Алланың берген денсаулығына, аманатына қиянат жасамаңдар. Жарай ма? Сол енді. Мұхаммеджан, берге бері. Сонымен мен сол сені ұрсайын деген ғой. Соңы түсіндірумен кетті ғой, ұрыспай. Потому что мойындап тұр балам, менікі деп тұр, маған анау берді деп тұр. Мен оны қанша рет қолдандым? Наны, примерно. Пример максимум 10 рет, 10 шақты рет қолданған. Қандай сезімде болдың бұны қолданған кезде? Ешқандай. Ана мұрның ашылып, бұны қолданғаннан кейін ақасы кайф болады екен. Кайф болады. Болмады ма? Просто мұрның ашылды. Мұрның ашылды и рахат болды. Рахат болады. Қоймайды дейді. В общем, балам түсініп тұр, Аружан да түсініп тұр. Фатима, сен де түсіндің ғой, дегесің бе? Нандай апарып жүрме классыңа, мен де бар деп наны. Наны, в общем, мусорға тастаймыз біз. Сіздер де тастаңыздар. Қанша қымбат тұрса да, қанша арзан тұрса да, білмеймін, бұның денсаулықтарыңызды құрту үшін, өздеріңізді алдау үшін, мақтану үшін керек емес, балалар. Самое безопасное дәрілер специально. Сол, в общем. Қой, кеттік біз ал енді. Мұстафаны жуындыруым керек қазір. Мұстафаны жуындырып алайын. Жуындырып қойдым, ұйықтап жатыр балам деген. Жаным. Машалла деп қойыңыздар. Біздің Аружан қызымыз осындай экологиялық таза өнімдерден адамның денсаулығына ешқандай зиян келтірмейтін таза өнімдерден осындай әдемі тақия ойлап тауыпты. Мына әрбір жасаған дүниесінің өзі, мына жіптерінің өзі адамды терлетпейді екен. Күміспен көмкерілген осындай ғылыми жобада осындай күшті керемет тақия ойлап тауыпты. Қандай шеберлік, қандай әдемілік. Жарайсың, Аружан? Конкурстан соңғы отқан қыздың заттарын салып жатырмын. Мынандай тарақ, сосын мынандай тен, білесіздер ғой уже бұл тенді. Специально үлкен тенді берейін деп тұрмын ол қызға. Сосын мынандай для бровей қасқа арналған. И мынандай Аружанның сататын заттарының ішінде осындай наклейка немене бірдеңке деп айтады бұны. В общем, осы төртеуін салайын деп тұрмын. Мінеке салып қойдым. Малика деген қыз екен. Шымкент қаласына кетеді Маликаға. Влогымның келесі күні сәлем бәріңізге. Неге шықтық? Магазинге. Магазинге болғанда киімдер магазиніне. Анау қарайын деп, осының 24 күні Құдай бұйыртса Астанаға шығам. Соған бірдеңке қарау керек болып тұр. В общем, нормально бір нәрселер. Таспихымды тартып отырмын. Негізі мен таспих тартқанымды, Құран оқығанымды, намаздарымды, жалпы құлшылығымды көп көрсете бермеймін влогымда. Қазір негізі мыңнан асырып тартуға тырысам осындай таспихтышы. Ондай заправкаға келіп тоқтадық. Бір сок ала кеш деп айттым. Пока оға дейін таспих тарта тұрам. Папамызбен жүрмін, в общем. Киім алуға баратырмыз деп айттым, уже. Мінеки күшті әкеп берді маған. Рахмет ски. В общем, қазір айтам, бір нәрсе ойнақ алып жатырмыз, соған мынандай алсам деп. Налар қаншадан? В общем, анандай ойнайық деп жатырмыз. Астанада подружкаларым бар, 2 подружкам. Үшеуміз, в общем, сыртында пакеті, например, қоңыр болса, пакеті де қоңыр, ішіндегі заты да қоңыр болады ғой. Білмеймін, оны не деп айтады, елдің бәрі қазір ойнап жатыр ғой. Соны ойнайықшы деп подружкаларым айтып едім, давай деді. Сонымен енді жаңағы сумкалардың ішінен бір қарасам, нормальный нәрсе таппадым енді. Страшно қымбат. Оны үшеу бірдей алу ауыр болып кетеді ғой. Сол үшін 10 мыңнан төмен емес, 10 мыңнан көп емес деп айттық та, чтобы обидно болып қалмасын деп. Үйдегі қонақ қызға. Так. Ананың как раз нелері бүйтіп бүгіледі екен, қолдары бәрі. Көйлегімен. Осыны бере қойшы. Базарский плохщик деп атымыз. Ыстық.
мынандай шықты қызыл цвет болмайды екен жеуге. 900 теңге. Хорошо. Мінекей наны бар, салаты бар, астында палауы бар. Қарнымыз ашып кетті. Ал влогымды осы жерден аяқтаймын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пока-пока.